Қайырлы таң, елім. Осындай сұрақ туындайды менде. Халықтар көтеріліп отыр. Неге Қазақстанда мемлекетімізді басқарып жүрген адамдар Қытайға жерлерімізді беріп отыр орыстарға деп. Дұрыс сұрақ. Сақтықта қорлық жоқ дегендей. Бір жағынан халықаралық ұйымдарда халықаралық финансовый, қалай десек, практика бар, короче, осындай финансовый. Хочешь работать, жұмыс істеген кезде Қазақстанда құй ақшаны. Керегі жоқ Қытайларға беріп, оны жерді осы құрылыс істейді, завод салады деп. Жоқ, Қазақстанда біз ел программа орнату керекпіз. Сол программаға ақша құятын адамдар құю керек, адамдар. Содан ақша табу керек. Процент табасын. Сөйтіп неге бермейді? Ол сатқындық деген сөз. Мемлекеттегі үстінде отырған адамдар сатқындықтар. Орысша айтқанда былай завербованный. Неге завербованный? Косяктар бар. Балаларды зорлайды, бір-бірімен төсекте жатады мужиктар. Әйелдерін сатады, қыздарын сатады. Соларға компромат жинап алған, шошытып, қорқытып, оларды үркітіп, сөйтіп істегізіп отыр. Жерімізді сат, Қытайларды кіргіз деп. Алматыдан басталып отыр. Секталар да ашады, сөйтіп бастарын айналдырады наркотикпен, өтірік. Олар сеніп кіреді, дың бой деп. Ол жақта наркотик, психотропник қосып жүреді, содан кейін барып бір баласымен, шешесімен жатқызып қояды. Сөйтіп бір-бірімен, жігіттермен, әйелдермен жатқызып қояды. Сөйтіп компромат жинайды. Или балаларды өлтіргізеді, құрбандыққа шалғызады, сөйтіп бәрін жазып алады. Сонда оларды сөйтеді. Ол басқа сұрақ туындамайды. Ол жерде сондай практика бар халықаралық ұйымдарда, мемлекеттерде, шетелдерде. Мысалы, сен программа құрастырасың, осындай завод саламыз, осынша завод саламыз. Қазақстан мемлекетінің құю пайызы 70%, 30-40%, мысалы, шетелдік инвесторлар құяды дегендей. Сол инвесторлар құяды, сөйтіп ақша табады. Неге жерді сату керек? Неге оларға жер беру керек? Неге оларды кіргізу керек біреудің мемлекетіне? Сіздер, например, өз үйіне біреуді кіргізбейсіз ғой? Бір пеш салам, давайте сен мұнда кір, пеш саласың ғой сен. Кір, мына комната сенікі дегендей. Олай болмайды ғой. Сен банкқа барып кредит аласың, содан барып проценттерін бересің. Солай болу керек қой, ұйымдастыру. Ол сатқындықтар, олар отырғандар. Оның бәрін тазалау керек мемлекет. Ментерге сұрақ, сендерге неге секіресіңдер халыққа? Олар сендердің заңдарын, қалай деседі, сендерді де қорғап отыр ғой. Сендерді де осы мемлекеттің елісіңдер ғой. Кімбі, бәрі бастықтар сонда Қытайлар отыр ма, или басқа мемлекеттен келген адамдар отыр ма, или сондай депутаттар завербованный ма? Сол сұрақ туындайды. Қалай қарайсыңдар?